Сәлем достар, бүгін сіздерге медовый тортты жасап көрсететін боламын. YouTube арнасын ашып қалсаңыздар, неше түрлі медовый торттарды көресіздер. Соның қайсысын жасаймын деп басқа тұруға болады. Солардың барлығын қарап шықтым, ішіндегі ең тәуірін таңдап алдым. Үйдегі бар заттармен шығындалмай жасасаңыздар болады. Жылдам дайындалынады және өте дәмді болады. Қазір сіздерге жасалу барысын жасап көрсететін боламын. Қазір ыстық пар жасайтын боламыз. Барлық үйдегі бар заттар. бір литрге су құйып қайнатып қойыңыздар. Қазір мұнда үлкен шараға майды салдым. Оның себебін қазір көресіздер. Майды ыстық пардың бетіне қойып қоямыз. Ергеннен кейін мед салатын боламыз. Қазір күтеміз. Міндетті түрде ыстық парға салыңыздар. Тікелей кастрюльмен газге қойсаңыздар, май мен медтарыңыз күйіп кетеді, сосын дәмі жаман болып қалады. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Майымыз еріп бастады мұнда. Қазір 3 қасық мед саламыз. 2 қасық, 3-ші қасық мед салып жатырмын. Ванный парда ерітіп аламыз. Майымыз уже еріді, енді медімізді бірге ерітеміз. Май мен медтің үстіне жаңағы жұмыртқа мен шекерді құйып араластырамыз. Шамалы қолдарыңызбен ұстап көресіздер. Сәл жылы болса, сыңқыраса, уже сода сала бересіздер. Сода 1 чайный ложкадей, 1-2 чайный ложкадей сала бересіздер. Мынау деген жақсылап тұрып көпіру керек. Сол кезде ішінде мед, қант барлығы еріп бір массаға келеді. Және көпіріп жатыр. Сол себепті үлкен шара алыңыздар. Бір 2 минуттай, 3 минуттай осылай қозғап тұрсаңыздар жетеді. Так, күткен массамыз дайын болды. Қазір ыстық су, сәл шамалы суғаннан кейін ұн салып, қамыр ұн саламыз. Шетінен салып араластырасыздар. Қою масса шығу керек. Қазір сұйық тағы саламыз. Ұн 400-600 граммдай кетеді. Міне осындай тесті дайын болды. 1 сағатқа холодильникке қойып, кішкене қатырып алуымыз керек. Одан кейін шыққаннан кейін 6-8 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Так, менің тестамнан 6 қамыр шықты. 6-ға бөлінді. Енді қазір фольгаға жабыстырып, жайып пісіремін. Тестамызды жайдым қағаздың бетіне. Қазір осыны пісіріп аламыз. 3-5 минутта піседі. Так, уақыттан қойдық. 180 градуста. Ас тұсын бірге пісіресіз. 3-5 минутта піседі. Қатты күйдіріп алмайсыздар. Сәл сарғыш қылып пісіреміз. Сол кезде дәмді болады дәмі. Енді мұнда 2-ші қағазға 2-шісін жая береміз. Міне қамырымыз пісті. Осылай жинаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Осылай пісіріп ала бересіздер. Міне торттың тестасы дайын болды. Өте жұмсақ болып пісті. Светі де әдемі болды.
Енді креміне көшейік. Мен бәрін бірдей қылып кесіп алдым. 6 қатар болып шықты. Шеттеріндегін қазір майдалаймыз. Артық корочкаларды. Так, медовый торттың креміне көшеміз. Бізге бір банка сгущенка керек. Бағаларды жазылып тұр. Қаймақ керек. 20% қаймақ алдым мен магазинский. Или домашний қаймақ қолдансаңыздар да болады. Және бір ванилин керек болады. Так, кремімізді бастаймыз. Так, мұнда қаймақты салдық. Жақсылап көлемі болғанша блендерлестіріп. Мұнда қаймағымызды салдық, жақсылап араластырамыз. Так, сгущенкамызды құямыз. Әзірге жарты банка құйып тұрайын. Тағы да араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Мен бір қатар тортты қойып қойдым қазір. Тестасын енді крем жағып бастадым. Бір қатарға 3 қасықтан сала берсеңіздер болады кремді. Так. Екінші қатарды қояйық. Чуть-чуть. Басасыздар осылай үстінен. Так. 2-3 қасықтан құясыздар. Жағамыз. Так, тут жинап беттік, енді бетіне ондақтан шашатын боламыз. Енді алқата шықты. Мына торттан қалған корочкаларды осылай онтақтадым мен қолмен. Енді осыны торттың бетіне шашамыз, майдалап осылай. Осылай шашасыздар. Қыздар, міне медовый тортты жасап біттім. Өте дәмді болды деп ойлаймын. Ертең шай ішетін боламыз. Холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямын. Түрі әп-әдемі болды. Қыздар, келесі қандай торт жасайын, комментарийға жаза кетіңіздер. YouTube арнасындағы барлық торттарды зерттеп отырып, үй жағдайында жеңіл және тез жасалатын тортты сіздерге ұсынамын.